жаңа айтып жатсыз, әйел адам деген шыдау керек деген. Неден шыдау керек? Неден шыдауға болады, неден шыдауға болмайды? Шыдамдылық деген жұмыстан шаршап келгенде балаңның еркелігін көтеру, күйеуіңнің бірге отырып шайын ішіп, шайын қойып беру, соның өзін қиындықта. Ал енді қазіргі қоғамда өзіне сенімсіз еркектердің әйелді төмендетіп, көңілінен шықпай жатса, нұқып жіберіп, балаларының көзінше оны төмендету, ол нағыз сорлы адамның тірлігі, сорлы еркектің тірлігі. Ал дәл ондай сорлылықта әйел шыдамау керек. Бұл жерде шыдамсыздық бөлек дүние. Бұл жерде әйел өзін қорғау керек. Бұл жерде әйел өзімен бірге, өзінің отбасын, өзінің балаларын қорғап тұр. Әйел кішкене, жүр айналайын, былай шығып кетейік. Сен ақылсың, сен күшсің, жүр кеттік. Балалардың көзінше бет жыртыспайық біз. Далаға шығайық. Не айтасың маған? Осындай десе, нұқып қалса, салып жібер, сойып жібер әкейің ауыз ұрайын. Ол кім сондай ақ саған қол көтеретін? Егер де сен бір тәртіпсіздік жасап, сондай бір тіпті бір қателесіп жатқан жағдайдың өзінде де еркек кеп, айналайын келіншегім ау, сен мына жерде сөйттің ғой. Я, кейбір келіншектер бар жаңағыдай. Сен тұр, мен атайын, сөзі түсінбейтін, тек айқаймен жеңем дейтін. Айқайлаған адам жеңілген адам. Айқайлаған, қол көтерген, төбелес бастаған адам, ол жеңілген адам. Бәрін ақылмен, әңгімемен. Қазақтың аналары бір сөзбен соғысты тоқтатқан, екі елдің соғысын тоқтатқан. Бір какой-то бір еркек тоқтатамайсың ба? Айтсай, айтпаса салып жібер әкесін.